Ассалаумағалейкум, қазақ елі, Хан Мотор оқырмандары. Сіздермен Сапарбек Нұржігіт. Арнайы сіздер үшін біздің бірінші видео YouTube арнасында. Енді мынандай площадкаға келдік. Бұл площадка не десеңіздер, аукцион. Корей елінде аукцион қалай өтеді, және де қандай автокөліктер бар, соны айта кетейік. Менімен қарап жүрсеңіздер, бірінші көзге түсіп тұрған мынау үй шаруасындағы автокөліктер. Бұл Портер, қараңыз, 2018. Осы аукциондағы бағалар, бұлар өсетін бағалар. Мына жердегі бағасы мына 11 миллион 600 вон деп тұр. 11-де 6. Оны бөлеміз 1200-ге. Бүгінгі курс 1200 болып тұр. $9600 старт бағасы. Әр автокөлікте қазір жеткізу құны $3000 болып жатыр. Бүгін 25 наурыз 2022 жыл. Мына жердегі автокөліктердің бағасы бір $2000 қосып есептесеңіздер, автокөліктің бағасы шығады. Өйткені аукциондағы бағалар сондай өседі. Ал мынау GV80. Бұл GV80-іміз 3/5 толық жетекті бензин. Бұл автокөліктердің бағалары 50-60 мың сол жобада болады долларда. Светофор, красный свет, окрашу зеленым и сделаю вум. Бриллиантами окрашиваю путь. Точка В, нужен курс. Катаю в облаках, рандеву, но без чувств. Бриллиантами окрашиваю путь. Точка В, нужен курс. Катаю в облаках, рандеву. Негізі біздің Хан Моторс компаниясы аукционды негіз тоқтатқанына бір жарты жыл болған тұғын. Ал енді егерде сізге осындай автокөліктер керек болса, біз тауып береміз. Біздің негізгі ұстанымымыз осындай жақсы автокөліктер, ұрылмаған, сырылмаған автокөліктерді елге жеткізу. Ол біз автодилерлерден қарап елге жіберіп жатқан жайымыз бар. Аукционғадан алсақ болады, жақсы автокөліктер ретке кездеседі. Ал кеттік, келесі автокөліктерді қарайық. Бұл аукциондағы автокөліктер кәдімгі егелер айдап, алып келіп сатқысы келеді. Қазақстандағыдай базар жоқ мұнда. Егелер осылай тастап кетеді. Аукционның проценті 2/2. Получается, стоимость от продажи олар 2/2% алады. Сатып алған адамнан, және де сатқан адамнан. 4-8% үстемақы аукционның ақысы. Так, енді мынандай көптеріңіз мынау Пикантоны сұрайсыздар. Бұл Kia Picanto, мына жерде Kia Morning болып саналады. Объем қозғалтқышы 1 литр, донус мотор. Бағасы қазіргі мынау тұрған дәл осы состояниеда. Жылы 2018 жүрілген шақырымы 107 мың деп. Өте көп екен жүрілген шақырымы. Бастапқы бағасы 500 мың вон дейді. 500 мың вонды 1200-ге бөлсек, 5 миллион вон, мен қателесіп кеттім. Так, 5 миллион вон бөлу 1200. $4166 басталады. Бір $6000 шамасы плюс 3000. Бұл автокөліктің құны $9000 барады. Бұның құжатын рәсімдеуге бір 1,5 миллион, 1,4 миллион ақша кетеді. Дәл осындай сұрақтарыңыз болса, мұна автокөлікті доя қанша болады десеңіздер, дайректке болмаса төменде көрсетілген номерлерге хабарласып есептетсеңіздер болады. Барлық автокөлікті под ключ қанша болатынын есептеп береміз, құжатын 100% рәсімдеп береміз. Мұнандай Grand Star X-тер бар, мұнау Jumbo ескі версиясы, бұлар елге кіргізу қиын болады. Негізі Корей елінен 2020, 21, 22 жылғы автокөліктерді алсаңыздар, өздеріңізге тиімді түседі. Мұнау K5 енді елде өте жақсы автокөлік, бірақ бізден жеткен кезде уже елдегіден қымбат болып кетеді. Неге десеңіздер, Қазақстанға әлі күнге дейін 3 жылдық автокөліктер, мысалға 2019, 17, 18 болса,
первичный регистрация деген 1,5 миллион теңге шығады. Сол қазір анау нет утилизбора деген бір қарсы нелер бар ғой, сондай тараптар. Солар әлі күнге дейін сол утилизборды алып тастауын талап етіп жатыр. Ол утилизбор алынса, елімізге бір өте шетелдің сапасы өте жақсы автокөліктерін кіргізу сізбен бізге тиімді болар еді. Мен өз басым осы кәріс автокөліктерінің енді ортасында жүрмін. Өз автокөлігімде кәрістің автокөлігі болғандықтан, енді орыстың автокөлігіне Құдай сақтасын, ешқашан мінгізбесін, сөздің ашығы. Ал кеттік. Әрмен қарай. Мына жерде тағы да көп танылатын мынау Chevrolet Malibu дейді. Бұл Шымкент қаласында өте көп танымал автокөліктер. Салондағы құны бір 8-11 миллионға дейін баратын шығар қазір. Ал біздегісі мынау корейский версиясы. Chevrolet'нің Кореяда GM Motors'ның зауыты бар. Және бізге Қазақстан мемлекетіне көршілес мемлекетте зауыты бар. Ал Қазақстанда жүргендер ол өзбекстанский версия, мынау чисто корейский версия. Бұның бағасы Қазақстандікінен біршама қымбат жүреді. Так. Дәл осы автокөліктердің бағаларын нақты білгілеріңіз келсе, жаңағыдай хабарласасыздар. Мынандай карнивалдар. Бұл карнивалдың 3-те 3 қозғалтқышы болады, бензин, және де 2-де 2 дизель болады. Кореяда көп танылған мынау дизель қозғалтқышы. Дизель қозғалтқыш мына қазір мынау 2016 дейді. Жылы ескі, енді бағасын есептеп бере салайын. Мың 1 миллион 12 миллион вон дейді. Бөлеміз 1200-ге. 10 мың доллар шығып тұр қазір. 10 мың доллар плюс 3 мың, 13 мың долларға осы Қазақстанға кіреді. И плюс жаңағы растаможкасы бар. Так. Келесі. Kia, қателеспесем Cerato да. Бұл автокөлік Kia K3 деп айтылады. Қазақстанда Cerato либо Rio. Бізде Кореяда осындай Қазақстанда жоқ автокөліктер өте көп. Но біз қазір бір рядқа шолу жасаймыз. Одан кейін осы видео ұнап жатса, лайк, комментарий жазыңыздар, аямаңыздар. Осының екінші бөлімі уже автодилерде түсіреміз. На самом деле қандай автокөліктер елге жіберіліп жатыр, осы процестің барлығын енді аптасына бір рет YouTube арнамызда қойып тұратын боламыз. Тағы кеттік, мына жақта бір Grandeur тұр екен, сол Grandeur көрсетіп жіберейін. Бұл Гренджик деген автокөлік. Мына қазір Қазақстанда К7 автокөлігі мен осы Grandeur автокөлігі бірдей жүреді. Grandeur-дың газ модификациясында 3 литр газ болады, ал бензинінде 2-де 4 және 3. 3-те 3 дегені де бар. Бұл Grandeur нағыз кәріс GDI мотор. Көптеріңіз білмеймін енді кім шатастырып жүргенін, GDI моторға газ қойылмайды дейді, біреу қойылады дейді. Соны комментария жаза кетсеңіздер, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс. Бұл 2019-ға дейінгі версиясы. 2020-21 бұлар уже фейслифт өзгерді, полный автокөлік обновление жасады. Бұның бағасы бір 11 миллионнан басталады, 11-13 миллион сол жоба болады. Міне жанында тұрған К7, осы екі К7-нің қозғалтқышы мен қорабы бір болады. Түрі мен салон өзгеше болады, бұл қалған барлығы бір трансмиссия барлығы бір болады. Так, келесі дейді. Сіздер көп сұрайтын автокөлік міне. Қазекеңдердің бізден ең көп сұрайтын автокөлігі Elantra дейді. Мынау Elantra өзі өте керемет бір, білмеймін Қазақстанда қанша тұратынын, бірақ біздің елден алған бұны вообще қиын болады. Мынау жылы ескі автокөлік, оның үстіне құжатының мәселесі өте жыр болады. Жылы ескілер негізі сол жаңағы айтқан 2020-21 22 жылғы автокөліктерді алғандарыңыз тиімді түседі. Біздегі бүгінгі кішігірім түсіндірмелі обзорымыз осы.
келесі видеода қандай сұрақтарыңызға жауап берейік, сол сұрақтарыңызды астына жаза кетіңіздер. Сіздермен Хан Моторс, Сапарбек Нұржігіт әрдайым осындай керемет кәріс автокөліктерін елге жібере берейік. Ассалаумағалейкум, ауырмаңыздар.